Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен кекстің кеседе және бокалда 3 түрлі жолмен пісірудің видеосымен бөлісетін боламын. Осылай буда пісіруге болады, және де микроволновкада пісіруге болады, және де пеште пісіруге болады. Ең алдымен бір жұмыртқамызды жарып, үстіне 2 ас қасық сұйық майымызды құямыз. Оның үстіне сүтімізді құямыз. Үстіне қантымызды саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Қанты ергенше араластырып аламыз. Үстіне ұн, какао, разрыхитель барлығын араластырып барып, сұйық массаның үстіне құямыз. Жақсылап араластырамыз. Осындай масса шығады. Енді кесемізді майлап дайындап аламыз. Сұйық маймен, щеткамен осылай жан-жағын майлап аламыз. Қатты шоқылдатып майлауға болмайды. Және 4-еуіне 2 ас қасықтан кетеді. Осылай 1 қасықтан бөліп 4-еуіне саламыз. Қалғанын 4-еуіне тағы бөліп саламыз. Алдын ала суымызды қайнатып қоямыз. Алдын ала газге, кастрюльге немесе сковородкаға осындай азғантай су қайнатамыз. Суымыз кесенің ішіне кіріп кетпеу керек, түбінде ғана болу керек. Бірақ қайнаған кезде суымыз тартылып қалмау керек. Мен 4 кесе артық жасап қойыппын. 3 кесе салуға болады. Кеселер дұрыс тұрмаса, кекстер қисық піседі. Және де су кіріп кетсе, кекс жарамай қалады. Міне қақпағын осылай майлықпен орап қоямыз. Кекстің бетіне жауып қоямыз. Кекстердің беті суланып кетпеу үшін. 25-30 минутта піседі. Астын жай отқа қоямыз. Жай отта қайнау керек. Енді какао қосылмаған түрін жасаймыз. Какао қосылмаған түріне 6 қасық ұн кетеді, ал какао қосылғанға 5 ас қасық ұн кетеді. Разрыхитель ұнын салып, барлығын араластырамыз. Және де кесемізді майлап дайындап аламыз. Мен астына 1 ас қасық, үлкен қасықпен қамырымды салып, одан кейін үстіне варенка салдым. Арасында дәмі тәтті болып тұру үшін. Осындай варенкадан салып шықтым. Басып, үстіне қалған қамырларды салып шықтым. Бетін осылай әрлеуге де болады, өз қалауларыңыз бойынша. Пешті алдын ала қыздырмайсыздар. Пешті алдын ала қыздырсаңыздар, кеселеріңіз сынып кетеді. Бірінші кекстерді пешке саласыздар, содан кейін барып пешті қосасыздар. Енді 3-ші түрі осындай бокалға жасадым. Со дайындаған порцияны 2 бокалға бөліп саламыз. Бұны кесеге жасап көрдім. Кесеге жасап көргенім асты суы пылдырап жарамай қалды. Сол үшін бокалға жасаған дұрыс. Осылай микроволновкада 3 минутта пісіп шығады. Ең тез пісіп шығатыны осы кекс. Одан кейін
будағысы піседі. Одан кейін пештегісі де тез піседі. Микроволновкада буда ақ кекс пісіруге кеңес бермеймін. Өйткені беті аппақ болып, әдемі көрінбей қалады. Ақ кексті тек пеште пісіруге кеңес беремін. Ал микроволновка мен буда тек қара кексті пісірсеңіздер болады. Міне 25-30 минутта кекстер пісіп шықты. Түзу тұрған кесеміз осылай доп-домалақ әдемі болып шықты. Ал қалғандары қисайып тұрғаннан соң кекстер қисайып пісті. Пештегі кексімізде осылай әдемі болып пісіп шығады. Мен сәл отта көп ұстап қойыппын. Сіздер пештеріңізге қарап пісіріп аласыздар. Міне осындай кекстер тез пісіп шығады. Шайға тәтті жегіңіз келіп жасау керек болса, осы кексті жасауға кеңес беремін. Порциясы да өте жеңіл әрі аз. Және де балдарыңыз да қуанып жеп алады. Міне асты ешқандай былжырап суланбаған, құп-құрғақ және де арасы жақсы піскен. Бұл буда піскен кекс. Ал мынау пеште піскен кекс. Бұның да асты құрғақ, әдемі шыққан. Арасында варенкасы да дәмді, өте тәтті болды. Маған ұнағаны осы, пеште пісірген кекс ұнады. Мынау микроволновкада пісірген кекс. Бұл да өте тез піседі екен. Өте қатты асыққан кезде пісіруге болады. Мына қалың болып піседі осындай. Мен бірақ 3-4 бөлікке бөліп тарелкаға қойдым. Арасына варенка жағып жеуге болады. Осылай бетіне